Партия сабында ерлердің де еңбек үлесі жоғары. Бүгінгі тағы бір кейіпкеріміз Сағындық Жаныспаев. Ол Қазақстан Халық партиясының Шымкент филиалында әсіресе жастар қанатындағы жалынды жастарға жол көрсетіп жүр. Жаста болса, жауапкершілігімен көзге түскен азаматтың партиямыздағы орны айрықша. Сағындық Қалдыбекұлы Республикалық қоғамдық саяси газетінде тілші, ақпараттық сараптамалық агенттігінде жауапты шеф-редактор қызметін абыройлы атқарған. Ал бүгінде өзінің жеке ақпарат агенттігін ашып, бірнеше тұрғынды тұрақты жұмыс орнымен қамтып отыр. Ал партия сабындағы өзге де жастарға қолдау білдіріп, ағалық кеңесімді айтып, жол сілтеп отыру менің сүйікті ісім дейді ол. Айтқандай, Сағындық Жаныспаев бүгінге дейін бір қатар мадақты еншілеген. Ол Үркер ұлттық баспасөз сыйлығының лауреаты, Шымкент қаласының үздік жас редакторы атанған. Қазақстан Халық партиясын не үшін таңдадым? Қазақстан Халық партиясының мүшелігіне мен бір жыл көлемде өттім. Сонымен қатар партияның жанынан құрылған жас орта жастар қанатының Шымкент қаласы бойынша филиалының төрағасы лауазымын алдым. Бұл қызметте жүргеніме бір жылдың жүзі болды. Партия маған не үйретті? Партия бұл мүмкіндіктер. Партия бұл халықтың жан айқайы. Партия бұл шешімдер шығаратын және бірлесе жұмыс істейтін платформа. Қазақстан Халық партиясы өзіндік орнын қалыптастырған, сара жолын салған партиялардың бірі. Партияның атқаратын жұмыстары ерекше, әлеуметтік экономикалық бағдарламаларға өте көп көңіл бөледі. Халықтың жан айқайы, халықтың әлеуметтік жағдайын зерттеп, зерделеп, халықтың қасынан табылатын жанашыр партиялардың бірі деп білемін. Сондықтан да мен Қазақстан Халық партиясын таңдадым.